Жылқы неге тұрып ұйықтайды? Адам ата жерге түскен соң, оны ібілістің азғыруымен жылан шағып өлтірмек болады. Адам ата Алладан пана тілейді. Ұлық Алла, сен үшін жерден жылқыны жараттым, игілігіңнемін. Жануардың жотасынан сипа, асаулығы басылады. Мінсең көлік, ішсең сусын, қарсаң қорғаның, ұшсаң қанатың сол болады дейді. Адам жылқыны үйретіп мінеді. Адам ата ұйқыдан жатқанда жылан келеді. Жылқы жыланның басын мыжып өлтіреді. Адам аман қалады. Жылан атаулы осыдан бастап жылқыдан сақтанатын болады. Жылан ұрпағы кегін алу үшін жылқының ұйықтаған сәтін аңдиды. Жылқы одан сақтанып тұрып ұйықтайды екен. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.